Шымкент тек тарихы мен мәдениетімен ғана емес, сонымен қатар ерекше және қорқынышты оқиғалармен де танымал қала. Бүгін біз Шымкенттегі Елес үйі туралы әңгімелейтін боламыз. Бұл үйдің тарихы көптеген құпияларға толы және көптеген адамдардың қорқынышты тәжірибелерін жинақтаған. Бұл видео арқылы біз сіздермен осы үйдің тарихы мен оған қатысты жұмбақ оқиғаларды бөлісетін боламыз. Шымкенттегі Елес үйінің тарихы бірнеше 10 жылдықтарды қамтиды. Бірнеше тұрғындар мен куәгерлер осы үйде бірдеңелерді көріп, естігендерін айтқан. Тұрғындар үйдің қабырғаларында қандай да бір сырқаттанған, қайғылы рухтардың бар екенін сезініп, оны Елес үйі деп атайды. Бірінші Елес туралы айтылған оқиғалар осы үйде тұрып жатқан адамдардың денсаулық жағдайымен байланысты болды. Олардың айтуынша, үйде түсініксіз дыбыстар мен қозғалыстар пайда болған. Кейде есіктер мен терезелер өздігінен ашылып жабылып, аяқ киімдер орнынан қозғалып жатқандай әсер қалдырған. Бірнеше рет түнде үйде тұрған адамдар белгісіз бір күштердің ықпалына түсіп, қорқынышты сезімдерге душар болған. Қалай болғанда да бұл үйде бір нәрсе бар екендігі бәріне анық болды. Бір аңыз бойынша бұл үйде бұрынғы иесі өте қатал және қатыгез адам болған. Ол әйелі мен балаларын осы үйде өлтіріп, өзі есінен адасып кеткен. Бұл үйде тұрғанда көптеген адамдар елес көргендерін және түрлі қорқынышты жайттарды сезінгендерін айтады. Кейбіреулер үйдің қабырғаларына белгісіз символдар мен жазбаларды байқап, олардың күшті энергетикалық әсері бар деп болжаған. Қазіргі уақытта Елес үйі қала тұрғындары үшін қызығушылық тудыратын орынға айналды. Бұл үйдің тарихы мен мистикалық оқиғалары тек қала ішінде ғана емес, сонымен бірге сырттан келген туристердің де назарын аударады. Шымкенттегі Елес үйіне адамдар әдетте белгілі бір аура мен қорқыныш сезімін сезіну үшін келіп, өздерінің көруге немесе сезуге мүмкіндігі бар деп санайды. Кейбір адамдар тіпті ғалымдар мен зерттеушілерден осы үйдегі құпияларды зерттеу үшін көмек сұраған. Елес үйінің айналасындағы құпиялар тек аңыздармен ғана шектелмейді. Ғалымдар мен зерттеушілер бұл үйлерде не болып жатқанын түсінуге тырысты. Олар үйдің ішіндегі ауа райының өзгешелігі мен терезелердің ерекше орналасуы, тіпті үйдің архитектурасы мен құрылымының ерекше энергетикалық әсерге ие болуы мүмкін екенін айтады. Ғылыми тұрғыдан, осы үйдің кейбір жағдайлары психологиялық әсер ету, немесе адам санасының реакциясы болуы мүмкін деп саналады. Шымкенттегі Елес үйі, бұл қаланың тарихындағы ерекше әрі жұмбақ орындардың бірі. Бұл үйдің айналасында айтылған қорқынышты оқиғалар мен мистикалық жайттар оны қызықтаған адамдар үшін тартымды етті. Бірақ оның сырлары мен құпиялары әлі де ашылған жоқ. Қалай болғанда да, бұл үй тек Шымкенттің тарихында ғана емес, адамдардың ой санасында да мәңгі қалатын орын болып қала береді.